әріптестер, бүгін оқушылардың шығармашылық қызығушылық деңгейін арттыруға арналған бірнеше тегін шаблондардан тұратын ойын түріндегі өте керемет платформамен таныстырғым келіп отыр. Ол платформаның атауы Interactive деп айтылады. Google'дың іздеу бетшесіне Interactive деп жазасыздар. Interactive.me. Міне бізде аккаунтымызға, өзіміздің платформамызға кірген уақытта өзіңіздің аккаунтыңызбен кіресіздер. Google аккаунтпен кірсеңіздер болады. Қазір мен өзім аккаунтымнан шығып кетіп, сіздерге қалай батырмасы қалай жүретінін көрсетейін. Менен осындай сайтқа бірден кірген уақытта осындай бетше пайда болады. Войти с Google деп бассаңыз, өзіңіздің аккаунтыңыз бен пароліңізді жазып кіре бересіздер. Енді басқа платформадан айырмашылығы, бұл жерде команда құрсаңыз болады. Командаңызға өзіңіздің әріптестеріңізге доступ бересіз, приглашение шақырасыз. Ол әріптестеріңіз қабылдағаннан кейін барлығыңыз тапсырмаларды бірігіп орындауға немесе бір-біріңізбен бөлісуіңізге болады жасаған тапсырмаларыңызды. Және де активность көрініп тұрады. Активностьте не көрінеді? Просмотр бөлімінде күнделікті оқушылардың қандай деңгейде орындағанын, тапсырмаларды қанша минутта орындағанын статистика бойынша көрініп тұрады. Және де осындай әртүрлі бумалар сақтап, өзіңіздің жаңа жұмыстарыңызды тезірек табу үшін осындай бумаларға сақтасаңыздар болады. Бұл жерде барлығы да тегін, ең тиімдісі. Галерея шаблоновқа кіретін болсаңыз, тапсырмаларды орындауға арналған әртүрлі шаблондар бар. Міне мыналардың барлығы интерактивтің ішіндегі барлығы да шаблондар. Посмотреть все дегенді бассаңыз, одан әріде шаблондарды көруге болады. Тіпті бір шаблонның ішінде шаблонды әртүрлі қылып бірнеше түрде де берген түрін көрсеңіз болады. Міне игры memory дегенді бассақ, басқаннан кейін өзіңіздің жаңағы пәніңізге, өзіңіздің тапсырмаңызға қарай өзгерту үшін ішіне кіресіздерде, міне мысалы игры memory'дің өзіне бірнеше түрі көрсетілген. Бір шаблонның өзі бірнеше түрде өзіңізге қалауын алып өзгерте бересіздер. Мысалға, осындай бір шаблонды таңдағаннан кейін использовать шаблонды басасыздар. Басқаннан кейін өзіңіздің қалауыңыз бойынша барлық сөздерін, атауларын, суреттерін барлығын түгелдей редактировать етіп өзгерте берсеңіздер болады. Міне тіпті суреттерге дейін суреттерінің өзін әртүрлі масштабта берсеңіз болады. Барлығын өзгерте аласыздар. Мына кішкентай суретке дейін өзгерте аласыздар. Және өзгертіп, далее батырмасын басып, сұрақтарын өзгертіп, одан да ары қарай далее сөзін, және де осыны жаңағындай оқушыларға мотивация беретін сөздерді орыс тілінде келген, енді үлгісінде сіз оны қазақ тіліне барлығын аударсаңыздар болады. Және сохранить и выйти батырмасын басып, өзіңіздің тапсырмаңызды орындап шығып кетесіздер. Және өзіңіздің аккаунтыңызға осылай міне жасаған проекттеріңіз көрініп тұрады. Енді мен өзімнің жасаған, дайындаған тапсырмаларымды көрсететін болсам, мысалға 10-шы сыныпқа арналған логикалық амалдар тапсырмасын жасаған болатынмын. Оқушылар қызығушылықпен орындады. Өте қатты қызық болды, және бұл платформаның бір жақсы жері нәтижесі бірден көрінетін болады. Ақиқат кестесі. Ақиқат кестесінде сабақты бұрынғы өткен тақырыпты еске түсіру үшін осындай азғантай ғана жұмыстан, мысалы 5 саны тақсам ба, ақиқат немесе жалған екенін анықтап, осылай оқушылар өткен тақырыпты еске түсірді. Осылай белгіледі барлығын және нәтижесін көрді. Сонымен қатар тапсырманы берген уақытта ссылка на проект дегенді бассаңыз, просмотр десеңіз тапсырманы көрсеңіз болады. Мына жерден ссылкасын алып оқушыларға берсеңіз болады, немесе оқушыларға QR-код арқылы берсеңіз болады. Тапсырмаңызды тіпті PDF форматқа арнап, распечатать етіп шығарып алсаңыздар болады.
тапсырмаларды өзгерту үшін мына жерде редактировать батырмасын басасыз, просмотрды қарау үшін статистика батырмасын басасыз. Жаңағы командаңызға жинаған адамдардан әзірге жұмысыңыз толық аяқталмаған болса, скрыт от команды деп басып, әзірге жасыра тұрсаңыздар болады. Доступ бергіңіз келмесе. Бергіңіз келсе, осында опубликование деп шығып тұрады. Яғни сізге де, сіздің әріптесіңізге де бұл тапсырма көрініп тұрады, және оқушыларға бергенде бір-біріңізбен солай бөлісе берсеңіздер болады. Мысалға, идентификациялау әдістері тақырыбына 10-шы сыныптың осындай тапсырма берген болатынмын. Бұны батыл ретінде жүргіздім. Оқушылардың идентификация әдістерінің ішінде қайсысы қауіпсіз деп ойлайсың деп оқушылардан сұрап, сабақты бекітуде оқушылар өздерінің дауыстарын берген болатын. Және қай нұсқа көп жауапқа өтті, сол лидер деп шығатын болады. Міне осылай әріптестер, бұл жерде енді шаблондардың түр-түрі бар. Ең бастысы тегін өзіңіздің сабағыңызға қатысты өзгертіп ала берсеңіздер болады. Жақсы, сау болыңыздар.